Телесерджілеріміз сыфырды қадірлер вақыты бүгін программымызда. Кадрлар денештірілуі Cumhuriyeti яны вице-премьер Назир. Мұсылмалар үшін чоқ бекленілген бина Жұма жами құруджилығы насыл дәрежеде. Қырым пайтақның бұйық базарлары шерден чықарылажақ. Қырым алимлері яны өсімліклер чешітлеріні чықаралар. Оларының файдасы ақта бізім яйнымызда. Cumhuriyeti'nin яны вице-премьер Назиры Қырым Девлет Шурасы Cumhuriyet Акимиетінің рес муавені вазифесіне Михаил Селезнев тайынленгенini uygunlaştırdı. Evелері Селезнев мескен коммуналь хожалық Назирының бірінші муавені олып çalıştı. Bundan evvel o Moskva велетінің Ясенева мемориятында çalıştı. Cumhuriyet Акимиетінде рес муавені Ері Мартның 30-да бошады. Bundan evvel Қырым парламентінің мебуслары Владимир Серовның истифасыны uygunlaştırdılar. O mesken kommunal hocалық, нақлият ve энергетика саларында кураторлық етеді. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов айтқанына көре, истифа вице-премьер Назирының иш семерелі олмағаны елі бағылы еді. Ахмежетте Жұма жемінің құруджилары баш күбе ерлештірілуі бойынша ішлеріні екімлейлер. Иш кетішатыны Қырым мұсылманларының дини дәресілі бірабер алимлер ве мединет векілері незарет еттілер. Жемет Шуранин біраберлікте бұл ерде мұхбирмыз София Шукурова да болынды. Күнеште 30 градус sıcak ama Cuma ceminin kurucuları için bu işte kederi etmek. Yarımada'da muhaddes musulman inşaatı gece kunduz kurula. Mında birden 200'den ziyade insan çalışa. Сейчас уже окна практически готовы, кронштейны смонтированы. Следующий шаг это пеностекло, как наклеить, и уже направляющие на болтовом соединении. 30 metrden ziyade yükseklikte kurucular kubbenin sonki kısmı üzerinde çalışalar. Esas binada monolit işlerinin sonkileri becerili. İşler mağaz inşaatta da alıp barıla. Kommunikasya işlerinin 90% becerildi. Taban hızdıruf sisteması yapıldı. Hızdıruf nokta yerleştirildi. Ventilasya, yangınga karşı ve avalanov sistemalarda yerleştirildi. Her şeyini sınamak kaldı. Готовимся к планировочным работам, то есть выводим уже территорию площадки к нулевой отметке для уже высадки деревьев, озеленения и благоустройства. Kırım'da Cuma ceminin kuruculuğu müddetten evvel alıp barıla. Memuri bina ve misafirler evinde pencereler yerleştirildi. Dam koyuldu, inşaat aman hazır. Kuruculuğunun her bir adımı Kırım Müslümanlar muftisinin nezareti altında alıp barıla. Ana kubbenin sonki kalıbı koyuluyor ve minarelerimizin de sonki minarelerin, 4. minarenin son kalıbı koyuldu. Kalıp alındıktan sonra minarelerin üstüne alemler koyulacak ve minareler açıktan hepsi 4 minaremiz Kırım'ın her tarafına görülecektir ve bizler için büyük bir şereftir. Bu kuruculuğa kimirleri ilk sefer geldiler, başkaları ise bu yerde kapsula kömülgende bulungan edilir. O vakit Kırım Müslümanları böyle cemi hakkında tek arzu edilir. Ben gururlanam. Allah'a şükür bu günge de yettik. Gerçekten. Ve ben isterdim ki bizim millet gelecek yılı Cuma günü namazlarını mında kıldırsa, bu cami yanı korantaların nikahta kavuştursa, gerçekten şimdi o kadar çok duygular var ki. Көргеніміз pek balaban tesuratlar kaldırdı. Çünkü çok yıldan beri aytılgan ve halkımız tarafından istegen Kırım'ın Cuma camisi inşallah kurulacak ve göremiz ne kadar büyük olup yapıla. Çok beklenilgen kuruculuk TAP 2015 senesi başlandı. Yarımada'nın en büyük Cuma caminin açılığını yarım milyon Müslüman sabırsızlıkla bekley. София Шукурова, Виталий Голубев, Millet телеканалы. Аэропорт адлы автостанция әнді келечек авто девамында яны терминалға авыштырылачақ. Шымдық вақытта нақлият назырлығының реберлері халқара авалиманың реберлерінен анлашалар. Бұл вақытта Қырым Cumhuriyeti вен нақлият назырлығының ребері арасында кечілген мушавереде музакере кечті. Бұндан ғары ән кескін меселерге де диқат айырдылар. Бұл программ теминаты интернет ресурлар ве онлайн шекілде билетлер сатын алынуы үшін мобиль иләвелер. Невбетлер или бағлы меселер ве автостанцияларының абаданлаштырылуы ақтада сөз көрсетілді. Давайте должны быть цивилизованные автостанции, то есть цивилизованные места ожидания, понятно, еще раз, туалеты, навесы, то есть давайте, если необходимо, то есть какие-то управленческие решения принимать, давайте мне предложение, служебную записку готовьте, я поддержу. Ну, просто все-таки здесь
У нас 100% населения пользуется общественным транспортом, и Крымавтотранс должен эти услуги качественно предоставлять. Июльнің сонына же эпосы автостанциялар интернетнен донатылажақ, бөле система эпосы қызметлеріні келешіклі япажақ. Бұндан ғары терминалар ярдымынен билетлер сатын алынуы музыкереттілер. 19 шерде енді 37 банк терминалы ерлештірілді. Вообще работает, уже установлено и работает 109 видеокамер. Сейчас закончили проектно-сметную документацию на закупку и установку еще 374 камер. Мы предусмотрели и над кассирами, и над перронами, чтобы не было такой пагубной истории, которая неприятна, но надо сказать, что в принципе есть факты, когда кассиры отгоняют: идите в автобус, договаривайтесь с водителем. Поэтому над каждым кассиром будем устанавливать везде видеокамеры. Да, как в банках. Хорошо. В принципе. Бүтін шерде алмашувлар пайтақнын бұйық базарларыны шерден чықарajaqlar. Ақмежет янында базар серлевалы тижари ярмалық комплекс құрылajaq. 20 гектар территорияда бұйық ве кечек опт, бұйық буздолап камералары ерлешежек. Комплекс құрылвына 200-ден зеде миллион рубле масраф етмеге планлаштыралар. Яна базар не ерде ерлешежегі ве құруджилық не вақыт башлайжағы Айша Шулакова біле. Якын вақытта бұл ерде базар деп адландырылған бұйық тижари ярмалық пейда олажақ. Территорияның умуми мейданлығы 200 000 квадрат метрні тәшкіл етежек. Оны Ақмежет районының Темір аға, яғни совхозная көйінде құрajaqlar. Лейха весеқалары әнді бүтінлей азыр. Базар құрылуына августың башында кечежеклер. Бұл комплексіле пайтақ юк машиналар ақымындан бошайжақ. В больших городах оно же так и есть. Все крупные рынки находятся за городом. Поэтому мы решили сделать такое же в Симферополе, чтобы уменьшить... Вы знаете, какая у нас ситуация с пробками в городе. Уменьшить количество машин, чтобы люди ехали не в центр скупляться, а за город. В то же время, вот вы видите, рядом идет Евпаторийская трасса, она будет расширяться до 6 полос. Здесь будут и троллейбусы, и маршрутки. То есть для жителей города Симферополя тоже удобно будет сюда добираться. Как на машине, так и на общественном транспорте. Базар комплексы бұқой қочалық мақсулатларны ашайт ве санаи малларны сатмақ үшін павильонлар ағы олажақ. Дане-дане сатуф ве опт үшін чоқтан-чоқ асмаллар. Араба нақлие васталардан сатмақ үшін мақсус донатылған мейданлар. Мағаз одалары айван сойылывы үшін бойня құрылывы да планлаштырыла. Емді башқа инфраструктура объектлері. Парковка үшін 1,5 бин ер. Лейханың өзгінлігі буздолап камералар сайысында. Здесь будет около 10 000 квадратных метров холодильных камер. Фермеры, кто не продаст свою же продукцию, они могут либо арендовать у нас холодильные камеры, либо мы сами можем выкупить у них эту продукцию и заложить ее на хранение. Комплекс онайтлы ерде ерлешежек. Құружылық екінлевінің мүддетті федераль эмиет ташыған Таврида трассасы эксплуатацияға тапшырылуынен раст кележек. Нәтижеде Русияның қыта қысымындан мақсулатлар кетірілуі әйлешежек. Ершей Қырымға доғырдан-доғыру кетірілежек ве малларының фияты эксележек. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов нев бетеки гражданлар қабылыны кечірді. Адамлар чешіт суалернен мұражет еттілер. Оларның арасында гражданлық, топрақ дамарталары әлде түліві, квартиралар айрылуы вемели суалер. Кемер четтел гражданларға кереклі вақытта сынырындан кечу ве регистрация түліві суалерінде тек адлеви меслиат керек олды. Бөлек қабулар айда екі кере кечірілі. Бұл айнан бұрынжи ве үшінші жұма ақшамларыдыр. Идаренің адресі Трубаченко 23А. Құружылар радланғанларының қавсызлығыны қоруылар. Кеченлері февхуляде вазиет назырлығының мутихасыслары Николаевканың ялы бойларында патрулік әттілер. Белі олды ке Қырымның бұл қысмында кейік пляжлар чоқ, оларны ерлі сакенлер бет туристлер севейлер. Мутихасысларының сөзлеріне көре бөле ерлер реал хав кетіре білем, чүнге кейік пляжларда қалилелер или дамарталар ве суфасты ақымлар бар. Бөле ерлерге құртарыжылар зиедеже дикат айралар. На пляжах поселка Николаевки Симферопольского района проводили ряд профилактических мероприятий. Разъяснительные беседы с отдыхающими о важности соблюдения правил безопасности на воде. Также раздавались отдыхающим буклеты с информацией о правилах поведения на воде.
Хырым селекция жылары ве алимлер яны зираатчылық севесіні ве өсімліклер чешітлеріні чықаралар. Кемион, қарабаш от, памуқ өсімлігі ве башқаларым. Оларының чықысы құрғақлық вақытта да өсе білелер. Тafsilatlar levhamızda. Якынлары Қырымда Нигела, яни Қара Кемион отыны остырып башладылар. Ве бу ади чешіті дегілде. Тамам бызым алимлер ішлеп чықарған чешіт. Оны ялита деп адладылар. Ама шымды оны тектет хиқатлар için сачалар. Бел олғанна көре, бу осымлік Қырым өйтінде озны пек яқшы дуя. Начали изучать это растение при Украине еще. Стандартный сорт у нас Украинского института овощеводства и бахчеводства. И выделили образцы, значит, от него отличающиеся. Эти образцы мы в течение нескольких лет изучали на стабильность, на соответствие, на наследуемость признаков. И у нас получились выровненные образцы, в отличие от стандарта. И мы его назвали, соответственно, сортом, приближенным к нашему крымскому названию, значит, Ялта, ялита. Институтның базасында башқа саларда ішлетілген чеші түрлі осымліклерінің яны чешітлері яратыла. Қарабаш от, нане, сурга, нут, памуқ осымлігі, бенлерджі банкалар ве пробиркалар. Оларны алимлер көзетелер. Сақламақ үшін хусуси шарайтлер максималь севеде стериль одалар ве иш ерлер. Сейчас весь мир заинтересован в использовании этих веществ. Их используют как фитобиотики для выращивания и кормления кур. Потом это, естественно, лекарственное сырье, эфирные масла. Были исследования проведены такие, что вот эфирными маслами душицы обрабатывали помещения, коридоры инфекционной больницы. Бу эпосы осымліклерні остырмек ағырдегіл, олар хусуси шарайтлерні талап етмейлер. Ве аты құрғақлық вақытта оселер. Құрғақлыққа даянған осымліклерні чоқлаштырма ғаясыне бызым Жұмхуриетіміздің реберлігі де қол тута. По семенному фонду, вот давайте мы договоримся, с учетом того, что мы потеряли в этом году почти 700 тысяч, если в абсолютных цифрах зерновых, то давайте определимся, все-таки надо засухоустойчивые культуры выращивать в Крыму. Семенной фонд должен быть как раз на это нацелен, потому что по-другому не будет, видите, мы раз в 3 года, то есть как бы по-любому там удар природа наносит, то есть и это же было и при Украине, даже когда канал Северокрымский работал. Тем не менее, то есть мы теряли урожай вот с такой периодичностью, поэтому давайте отработаем, посмотрим, что можно сделать, и лучшие образцы, я еще раз говорю, совместно с Академией наук Российской Федерации отработаем с тем, что можно было внедрять производство. Русия чешітлер естірінден гела декоратив осымлік оларақ белі. Ама Кемион яғы қадими заманлардан берле ашмадесі иляч оларақ ве косметология саларында құланыла. Тамам бу ал Қырым алимлерні мерақландырды. Это масло пищевое может использоваться как в пищу, так и для лечебно-профилактических целей, также может использоваться в косметологии. Нигеланын яғы халықтан онкология хасталықлар үшін иляч кыбы белі. Ең мұйым элемент бу тимохинон. Тамам о рак үчірелеріні боза. Қырымның қойхожалық ilmi тетхиқат институтының хадимлері яғының теркібіні яқшы угренділер ве мерақлы нәтижелер чықардылар. Наше масло оказывает такой же положительный эффект, как импортное масло. Но минус тот, что у нас меньше тимохинона содержится. Поэтому импортное масло, оно более эффективно при лечении онкологических заболеваний. Бу сененің сонында муэсесенің реберлігі теміз ве файдалы мақсуатлар сатылған шақси тюкяны ачмаға планлаштыра. Институтта емендер осымліклерінің яны чешітлері Жұмхуриетні бір мевсімде тойдырajaq. Яғақ талап юрсетсек, бу ең шифалы мақсулат. Черный тмин, о котором наслышаны и ходят легенды без разговора. Я еще раз повторюсь, что это не мои слова, а пророка Мухаммеда, который 1500 лет назад сказал, что это та культура, то растение, которое может вылечить нацию от всех болезней и спасти их, кроме смерти. Вот мы этим сейчас и занимаемся, для того, чтобы дать здоровье нашей нации, дать здоровье людям. Лабораториялардан ғайры зарзават ве қавын қарпыс осымліклерінің мақсус тарлаларда ве топрақ дамарталарында көзетелер. Анда емде қавын даматес, ялта соғаны ве патылжанын яны чешітлері. Келечек елдай сәлімлерінің ең əsas мақсады ялитаны зарзават чешіті оларақ танытмақтыр. Энвера Близес, Магомед Нестуров, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.
Қырым yol нақлия қазасының нәтижесінде 11 адам зарар көрді. Қазасуда Халушта yolunda Ускут кою янында юз берді, деп хабараты Қырым февкуледе вазиет назирлігінің матбуат қызметі. Қазада 11 адам зарар көрді, оларның 5 балалар, олар Эпосы, Астрахань ве Киров велетінің сакенлері. Зарарланғанлар Алушта ве Судақ шерлерінің тиби муассилеріне еткізілді. Мутихасыслашымдық вақытта қазаның себеплеріні белгілейлер. Пиротехниклер еді Қою районында Улу Ватан женкі девірінден қалған авиабомбаны йоқ еттілер. Идаре берген мәліметқа көре пиротехниклер ФАП-50 фугас авиабомбаны йоқ еттілер. Хафлы тапылманы зарарсыз бір алға кетімек бойынша операцияны февкуледе вазиет назырлығының оператив қызмет отряды бежерділер. Патлай бүлген шей мақсус полигонға чықарылды веянда йоқ еттілді. Ахмежете 100 кило зарзават ве мейва йоқ етілді. Біле олды ке бұл малар шер сакенлеріне зарар кетіре біле едділер. Рейд кешірілген вақыт департамент хадимлері ішкі ішлер назирлігінің ве ветеранлар инспекцияның веккілері қанунсыз сату ферлеріні белгіледілер. Мейва ве зарзават стандартларға уйғын дегіл екенлер тешкірувден сон 42 кило зарзават, 52 кило мейва ве 19 кило ешшілік йоқ етілді. Горький адына Қырым театрында хавсыжа олды. Тешкірувлер девамында анық олған яныңға қаршы бозуларының эксери қысмы әнді йоқ етілді. Бұл ақта Қырым Жұмхурет Медениет назиры Арина Новосельская хабирыты. Ақта белгілеген 43 ноқтадан 33 доғыртылды. Шымды яныңға қаршы хавсызлық системасы толусынен денаштырылы. Мевсіма ачылуына театр башлап чалышажақ деп ишандыра Назир. Мен қатырлатам апрелінің 20-сінде махкеме театр фаалиетіні тоқтатқан еді. Эпосы спектакльлер лягу етілді. Сатылған билетлерінің фиат паралары серджілерге қайтарылды. Шымдығы вақытта театр актерлары девамлы гастроллерде болыналыр. Ливадияға соңғы император келіп етті. Барон Фредериксның евінде Ливадия сарай музейінде соңғы император серлевалы мультимедия сергісі açılды. О Николай II қатарасына бағышланды. Серджілерінің көзлері үгінде Валентин Серов, Альбер Пьер Диван, Владимир Пчелинның эсерлері жанланacak. Сергі сентябрьның сонуна же девам етecek. Выставка впечатляет. Чувствуется, работали профессионалы, показано жизнь Николая II, при всем при том, что хорошо представлена графика, хорошо, в общем-то, подобраны картины. Вот, поэтому и все познавательно, на основе там исторических документов, на основе конкретных фактов. Бұл ноқтада янымыз сонуна етті. Кележе хабарлар программасына қашырманыз, ақшамлар рад кешсін.